Осы сабыр мен шүкірді көп айтып кеттіңдер дейтіндер де бір әлеуметтік желілерден бе екен, әртүрлі пікірлер, комментарийлерден байқаймыз. Қалай ойлайсыз? Бәлкім шынында да көп айтып жүрген шығармыз. Біз шынымен де сабырды бір қайғы қасірет қылып көреміз да. Сабыр десе болды, жетеден сабыр деп. Бұл сабыр деген біз үшін бір проблема да. Сабыр деген біз үшін бір проблема қылып көреміз. Сен маған шыда деп жатсың, мен қалай шыдайын бұған деп. Бұның ар жағында біз енді ойламаймыз да, сабырдың ар жағында негіз бұл сүйінші ғой. Сабыр деген сөз сүйінші. Сабыр ет деген кезде сүйінші саған бір жақсылық келе жатыр. Қуана бер деген сөз ғой негізінде. Өйткені Алла Тағала бізге уәде беріп тұр ғой. Әрбір қиындықтың артынан жақсылық бар. Әрбір қиындықтың артынан жақсылық бар деп екі қайтар қайта. Демек артынан бір жақсылық келе жатыр.